Барлықтарыңызға сәлем. Аты жөнім Алияс Қарақарыс, сайт жасау маманымын. Осы сайт жасау саласында жүргеніме 3 жылдан астам уақыт болды. Тағы да қайталап өтейін. Бұл жалпы сайт жасаудың алғы шарттары деген мини курсымыз. Яғни осы біз сайт жасамас бұрын біз жалпы бұл сайт бізге не үшін керек, онымен қандай дүние жасауға болады, қандай проблемалар шешеді деген тақырыптарды қозғаймыз. Және де сайт жасаудың түрлері, және нарықтағы бағалар деген секілді тоже осыларды қосып өтеміз. Сонымен қатар осы бізде нарықта, интернет нарығында атақты болып жүрген конструктор, Tilda деген конструкторды өзімнің жасап жүрген WordPress деген сайт жасау платформасымен салыстырамын. Ерекшеліктерін, айырмашылықтарын, қай жерде керек болады деген секілді, минустары, плюстары деген секілді. Енді ойлауыңыз мүмкін, қазіргі кезде сайт не үшін керек? Осы әлеуметтік желілер тұрғанда, яғни Instagram, Telegram арқылы, осы секілді әлеуметтік желілер арқылы әлемнің кез келген нүктелеріне дейін заттарды, керекті ақпараттарды жеткізуге болады ғой деп. Сайт өткеннің темасы ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Негізі білесіздер ме, қазір уже пандемия басталғаннан кейін сайттың маңыздылығы өте көтерілді, жоғарылады. Мысалға жай ғана сантехникті алайық. Сантехник өзінің жұмысын жасап, яғни жөндеп кетуі мүмкін. Оған мысалға сайт не үшін керегі бар? Сарафан радиода жақсы жұмыс жасап жатыр, өздерінің достары арқылы клиенттерді тауып жатыр деп ойлауыңыз мүмкін. Енді қараңыздар, қазіргі кезде заманауи адамдар, кез келген заманауи адамдар көбінесе керекті ақпараттар, керекті услугаларын бірінші очередь осы Google-дан іздейді. Сондықтан да сіз ол жақтан табылуыңыз үшін бірінші очередь сізге міндетті түрде сайт керек болады. Және орта және кіші бизнестерді білесіздер, сайт міндетті түрде керек болады. Ол жерде бұл жайлы негізі мен Instagram аккаунтында бір осындай арнайы рубрика түсіргенмін. Сол жерде де басқа қырынан осы сайт керектігі жайлы айтып өткен. Сол жерден де көрсеңіздер болады. Сіз бір жұмысқа орналасайын деп жатсыз. Сіз бір шығармашылық мамандықтың бір иесіз, копирайтер, немесе фотограф, художник, переводчик, осы секілді бір мамандықтың иесіз. Сізге жұмысқа тұру үшін портфолио керек болады. Бұрынғы кездерде физикалық түрде сіз оны затқа, мысалы бір қолыңызда ұстап жүріп, папка ретінде ұстап жүрмейсіз. Қазір кезде осы бүкіл жасаған туындыларыңызды бір жерге жинастырып, сайт жасап, сайт арқылы көрсетсеңіз болады. Жұмысқа тұрған кезде сізден жұмыстарыңыз сұрайды, сол кезде сілтемесі, өзіңіздің домен атауыңыз бар, сайттың сілтемесін жібере саласыз. Сол арқылы сіз өзіңіздің жұмысыңызды жеңіл көрсетесіз, және де профессионалды екендігіңізді дәлелдейсіз. Сайт сіздің өзіңіздің жеке онлайн пространствоңыз, өзіңіздің ережеңіз. Сіз өзіңіз сайтыңызды не жасасаңыз өзіңіз білесіз. Сайт сізге толық тиесілі. Ал әлеуметтік желілерде басқаша кішкене. Өйткені ол жерде сол әлеуметтік желілердің Instagramның мысалға өзінің алгоритмімен, жүйесімен жұмыс жасайсыз. Бақында шектеулі, қарап отырсаңыздар. Енді келесі себеп ол жауапкершілікке гарантия беру. Яғни әлеуметтік желі арқылы сіз 5 минуттың ішінде тез, жылдам әрі тегін тіркелесіз. Бұл барлығының қолынан келе беретін дүние. Ал сайтта басқаша, уақыт керек, еңбек керек. Бұл жерде өзіңіздің перспективіңізге қарай жұмыс жасайсыз. Бұл жерде нені білдіреді? Сіз өзіңіздің жұмысыңызға деген жауапкершілігіңізді білдіресіз. Бұл клиент алдында бұл профессионалды бір сенім тудыратын бұл үлкен инструмент. Сайт сол үшін керек. Құрметті достар, сайт жасау не үшін керектігін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал енді біз келесі сабағымызға көшейік.